Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша үстеу, мезгіл үстеу тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Дескрипторы. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қоямыз. Үстеулерді қатыстырып, сөйлем құраймыз. Сөйлемнен үстеулерді табамыз. Ендеше, мына бейнежазбаны мұқият тыңдап қараймыз. Қымбатты дос, тіл қандай да болмасын ұлттың, халықтың баға жетпес рухани қазынасы. Бұны білгенің жөн. Бұл оқулықтағы мезгіл үстеуі туралы берілген тақырыптан өз білімдеріңді шыңдай түсетіндеріңе көздерің жеткен болар. Білім негізі оқулықта. Жастайыңнан қиялыңды қияға өрлеткен ғажайып тіліңнің болашағы сенсің, жас ұрпақ. Мезгіл үстеулері және олардың мағыналары, сұрақтары. Мезгіл үстеулердің қолданылатын орындары, қолданылу мақсаты. Сәлем, Айнұр. Қалың қалай? Келгенің қандай жақсы болды? Не болды? Көңілсізсің ғой. Жазира, мен жаңа сабақты түсінбедім. Маған көмектесесің бе? Мен кітапты да ала келдім. Әрине көмектесемін. Мен мезгіл үстеуді жақсы түсіндім. Мына суретке қарашы. Мысалы, әкем бүгін егін ору науқанына қатысып, ауыл адамдарына көмектесті. Бүгін көмектесті. Қашан көмектесті? Сонда, мезгіл үстеуі қимылдың қашан болғанын білдіреді екен ғой. Иә, қашан болғанын, қашаннан бері болатынын білдіреді. Мына суретке қарап, мен де мысал айтып көрейінші. Абзал мен Мақсат аттарын ерттеп, тауға шығуға күні бойы дайындалды. Күні бойы дайындалды. Қашан дайындалды? Өте дұрыс. Түсіне бастадың. Есіңде сақта. Қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеулері деп атайды. Мысалы, күндіз оқиды, жазда демалады. Ендеше оқулығымыздың 108-ші бетіндегі 8-ші жаттығуды қараңдар. Мақалды оқып, жатқа жаз. Ерте шықсаң, алдыңнан күн шығады. Кеш шықсаң, алдыңнан түн шығады. Мезгіл үстеулерді тауып, астын сыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Қашан шықсаң? Ерте шықсаң. Бұл жерде ерте деген сөз мезгіл үстеуі. Кеш шықсаң. Бұл жерде мезгіл үстеуі кеш деген сөз. Бұл екі сөзде шықсаң деген сөзбен байланысып тұр. Үй тапсырмасы. 9-ші жаттығу. Сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құра. Бұрын, бүгін, таң сәріде, қысты күні. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.